Мен біреуге ұнайын, біреудің көңілінен шығайын деп тірлік қылған адам емеспін. Ешқандай мекемеге бағынбаймын. Басшым да жоқ, қосшым да жоқ. Мен аяғымнан шалғысы келеді, жанымды, жүрегімді ауыртып. Қазақстанда неге мен екінші сортты адам болуым керек? Сізді 8 бай жүрген кім деп сонда? Тендер алыппын. Мен алыппын, Елдос Тоқтарбай ретінде. Ғылымға ақша құю, мәдениетке ақша құю, орысша айтқанда западло, топастық деген түсіп кетті. Әйелдердің тілдері ұзарып баратыр. Тей қойшы ол Елдос Тоқтарбай бәлелі көт деген сияқты президент Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев екеуміз бір рудамыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сұхбатымыздың кезекті санына келіп жеттік. Бүгінгі шығарылымда бізге қонақта елімізге танымал тұлға, арқалы азамат, дүйім жұртқа белгілі тарихшы, алаштанушы Елдос Тоқтарбай мырза. Және мен Әуесхан Ерасыл, бауырларыңыз. Қош келдіңіз ел аға, аман есенсіздер, жағдайларыңыз жақсы ма? Аллаға шүкір, аман есен. Сұхбатқа келісім беріп, уақытыңыздың осыны бөліп отқаныңызға мың алғыс, рахмет айтамын. Енді бүгінгі сұхбатта барынша шынайы, барынша риясыз және айтылған сұрақтарға мүдірмей, шындықты сойып тұрып айтсақ деген ниетіміз бар. Одан бөлек тағы бір өтінішім інілік, сұхбатты ешқалай қырқпаймыз, қалай бар осы жерде айтылған әңгімеміз солай ютубқа жүктесек деген ниетіміз бар. Жақсы. Менің енді бұған дейінгі берген сұхбаттарым бәрінде бұлтақтамай айтылған нәрсе. Мен енді қаламгер болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін кез келген сөзді турасынан тікесінен айтуды жақсы көремін. Әлгі бұлтақтап, маймөңкелеп сөйлеу менің табиғатыма жат нәрсе. Осы күнге дейін қанша сұхбат бердік, соның барлығы шынайы шыққан сөздер болатын. Ал енді кейбір YouTube каналдарға, басқа сайттарға берген сұхбаттарыңда сөзің монтаждалып, қиылып кетіп жатқаны мен кінәм жоқ. Яғни журналист әріптестеріміздің олқылығынан, қателігінен осындай ол цензура ма әлде қалай ол? Не үшін олай жасайды деп ойлайсыз? Қорға ма әлде өздері сұхбат алғаннан кейін? Сол жауапкершіліктен қашу мүмкін. Енді сол қазір мен өзімде сұхбат беру деген тақырыпта ойланып жүрмін. Жалпы алдағы уақытта сұхбат беруді доғарам ба деп ойлаймын. Өйткені сөзің толық жетпейді. Қиылады, монтаждалады. Одан кейін білмейтін халыққа қалай түсіндіресің? Біздің қазір халықтың өзі біреуді жаман деп жатса, танысын, танымасын барып соны тепкілеуге дайын тұрады. Ал ол жерде сенің сөзің қиылып қалғаны, монтаждалып қалғаны, я болмаса үзіндісіз екеніне назар аударып жатқан жоқ. Яғни толық тыңдамайды, байқамайды, зерттеп, біліп барып, қорытынды жасау деген бізде жоқ болып барады өкінішке қарай. Осы нәрсе менің жаныма батады, шындап келгенде. Мен уәде етемін, осы сұхбат қалай бар, солай қырқылып, жаңағыдай қойылады, ютубқа жүктеледі. Жақсы. Бізде жаңағыдай арасында үзілістер болса ғана соны қырқамыз, болды, қалған толыққанда болса ютубқа жүктеледі. Және көрермен осында болған әңгімені қасымызда отырғандай тыңдап, осы сұхбатымызды сүбелі сұхбат болады деген ниеттемін, тыңдап көрермен болады. Енді ел аға, өзіңіз туралы сан түрлі жақсы пікірлер бар, сан түрлі жаман пікірлер бар. Біреулер Елдос Тоқтарбай анау дейді, мынау дейді, түркшіл дейді, Түркияға жиі барады дейді. Неге Түркияға кетіп қалған дейді, елде сыймай ма, өзінің елінде тұрғысы келмей ма, әлде қазақты менсінбей ма деген сияқты сөздерді айтады. Жалпы өзіңіздің атыңызды даттайтындар да, жақтайтындар да баршылық. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Әлде мүмкін сіз өзіңізге әлі шығарсыз, мүмкін сізді көре алмай ма? Жалпы көре алмаушылық дегенді қалай түсінесіз? Енді білмеймін, мен біріншіден доллардың бетінде тұрған сурет емеспін. Жұрттың бәрі маған ғашық болатындай, мені ұнататындай, менің пікіріммен санасатындай адам емеспін. Одан кейін мен қыз баласы емеспін, жұрттың бәрі саған өлердей ғашық болатындай. Мен ер азаматпын. Мені қазақ осы бар мінезіммен, осы болмысыммен қаласын. Қаламаса және өз еркі. Мен біреуге ұнайын, біреудің көңілінен шығайын деп тірлік қылған адам емеспін. Біріншіден, екіншіден маған ол керек емес. Үшіншіден, мен абсолютті тәуелсіз адаммын. Мен ешқай жерде жұмыс істемеймін. Ешқандай мекемеге бағынбаймын. Басшым да жоқ, қосшым да жоқ. Мен жалғыз жортып жүрген адаммын. Сондықтан
бұл жолда маған дұшпан болатындар, қарсылық көрсететіндер бар, көп, білемін де. Бірақ енді ол өмір заңы ғой. Мен бұл жолға 16 жасымда шыққан кезде қайда бара жатқанымды, болашағымда не күтіп тұрғанын бәрін білдім ғой, сездім ғой. Көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді қазақ. Алла тағала менің қолыма үлкен алдаспан ұстатты. Алаш тақырыбын зерттеу, жазу менің маңдайыма жазылған бақ бұл. Ал мен Алаштың азапталғанын, Сібірге, түрмеге айдалғанын білем, қуғындалғанын білем, сталиндік қиын уақыттағы аянышты тағдырларын білетін адаммын. Өте жақсы білгеннен кейін мен кез келген сынаққа дайынмын. Кез келген нәрсеге сабыр сақтай аламын, жүкемді жұқартпай, жүрегімді ауыртпай, жай ғана күліп қана жүре беруге тырысамын, және сол мақсатта жүруге өзімді қамшылаймын. Ал енді мені даттасын, мені қараласын, әркім өз сөзіне өзі жауап береді тағдыр алдында. Ал мен әрбір менің балағыма жабысып, мен туралы жаман сөз айтып, мені қаралап атқан адамның әрқайсысына тоқтап, жауап беріп, уақыт бөліп тұратын болса, мен ұлы уақытымнан айырылып қалам ғой. Мен осы күнге елдос болып отырсам, ол менің әр сәтімді бағалағаным, әр күнімді тиімді пайдаланғаным, менің қолымда ұлы жауһар уақыт. Мен сол уақытқа жұмыс істеп отырмын. Уақыттың алдына шығуға тырысып отырмын. Ал жұрттар менің уақытымды алғысы келеді, аяғымнан шалғысы келеді, жанымды, жүрегімді ауыртып, кәдімгі ауруханаға түсіріп, осы саладан мүлде бет бұрып басқа нәрсеге кетіп қалғанымды қалайтындар бар, жоқ емес. Бірақ солар қалаған екен деп мен жаралап, жылап, сықтап тұратын болсам, неменесін еркек болып, неменесін шалбар киіп жүрмін. Сондықтан да еш нәрсеге басымды қатырғым келмейді. Ал түрікшіл дейтін болса, түрікшілмін, иә. Түрікшілдікті мойындаймын. 20 ғасырдың басында алаш қайраткер ұлтшыл болды, түрікшіл болды. Мен де солардың жолындамын. Сондықтан түрікшіл деген ол мен бүгінгі Түркия деп қарамау керек. Мен бүкіл түркі халықтарын жақсы көремін. Түркі халықтары үшін күрес аламын. Түркі халықтардың мүддесін бәрінен биік қойғым келеді. Өйткені біз өркениет тудырған бүкіл Еуропаның жалаңаш жүрген кезде біз атты үйретіп, жаңағы дәрет алуды білген, киімменен жүрген, тамақ жасауды білген халықпыз. Мен сондай ұлттың өкілі болғаннан кейін неменесіне түрікшіл болмаймын? Түрікшілмін. Ал енді Түркияға барып тұратын болсаң, арқада жаңағы қыс суық болатын болса, арқа рауып несі бар дейді ғой. Арқа жайлы болатын болса, мен де Қазақстанда жүретін едім. Бірақ Қазақстанда аяғыңның шалып, жаңағы жолыңды бекітіп, тыныс алатын жолдардың бәрін жауып жататын болса, кітабыңды шығармайтын болса, жұмысқа, басқа бір жерлерге алмай жатса, мемлекеттік грантқа тапсырсаң, жобалар өткізетін болсаң, қиянат жасап жататын болса, бұндай ортада қалай өмір сүруге болады? Одан кейін екінші, бұл Қазақстан орыстың мүддесіне жұмыс істеп отыр, орыс әлеміне жұмыс істеп отыр. Ал мен орыс әлеміне жаныммен қарсымын. Кәдімгі жаныммен қарсы адаммын. Мен Қазақстанда неге мен екінші сортты адам болуым керек? Мен осы мемлекеттің құраушы халықпын, осы мемлекеттің иесі де киесі де менмін ғой. Ал менің тілімде маған қызмет көрсетпейді. Әуежайда отырасың, ұшақта отырасың, пойызға барасың, кез келген жер қоғамдық ортаға бар, бірінші саған орыс тілінде жауап береді. Орыс тілінде сұрақ қояды мысалға. Неге мен орысша жауап беремін? Ол да сенің құқығыңды таптайды. Сен әрқайсысына жауап беру арқылы жүйке талшығыңды бұзасың, жүйке талшығыңды дүзесің. Жап-жас болып жүрген жігітпіз қазір, мысалға қарап отырсаң, ал қазір аурудың түр-түрі шығып жатыр, сен ауру болып қалғансың. Сонда бұның барлығы сенің күресіп жүргенің. Сол маған керек па мысалға? Одан да Түркияға барып, екі ортада жүргенім маған әлдеқайда пайдалы деп ойлаймын. Ал бұл қазақтың жеке адамдарына пайдалы болмаса да, мемлекетке, ұлтқа пайдалы деп ойлаймын. Өйткені мен екі ортада алтын көпір болып, Қазақстанға, Түркияда не бар, соны алып келуге, жақсы нәрсені әкелуге, екі жақтағы әдеби, ғылыми, тарихи байланысты нығайтуға үлес қосып жүретін болсам, бұл Қазақстанның мерейі емес пе? Мен солай түсінеміз біз. Дұрыс айтасыз, Сейіл аға. Сізді сыйғызбай жүрген кімдер сонда? Аяғыңыздан шалып жүрген кімдер? Елдос Тоқтарбайдың толыққанды потенциалын аша алмай, былайша айтқанда, осы алаш мүддесі үшін қызмет етіп жүрген мәнсабыңызға қатысты кедергілер жасап жүрген адамдар кім? Жау алыстан келмейді. Жау өзің ортаң.
өзіңнің жүрген жерің. Мысалға, ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсын айтты ғой, қинамайды абақтыға жапқаны, қинамайды дарғасқаны, атқаны, маған қиын бәрінен де өз ауылымның иттерінің қапқаны дейді. Сен де сол Алаштың жолында жүрген адам, сенің де сол өз ортаң, өзіңнің айналаң, дос болып жүргендер, бірге дастарханда отырғандар, сенің сырыңды білетін, сенің әңгімеңді тыңдап жүрген адамдар ертең жау болып шаппасына кім кепілдік береді? Міне сондайды көрдік. Енді атын атап түсін түстемей ақ қояйын, бірақ мен болашақта естелік жазамын. Бұның барлығы кәдімгі факт-чекинг дейді ғой, кәдімгі кез келген нәрсесі мен QR кодпенен енгізілетіндей дыбысты хабарламасында, аудиосында, видеосында барлығын қойып тұрып бір естелік мемуар жасайтын боламын өзім туралы. Сол кезде көреміз. Ал интернетке жазылған, сені балағаттаған, қаралған нәрсенің бір өшет интернет деген уақытша нәрсе ол. Бүгін бар, ертең жоқ сайт деген. Ал кітап болып тасқа басылған нәрсе ешқашан өшпейді. Мен соған сенемін анық. Мені мысалға екі ауыз сөзім тыңдап алып, пікірімді толық білмей тұрып, әлеуметтік желіде жазды, КМБ-ға да ұстап беру туралы, прокуратура қайда, сот қайда, мынау неменеге ел арасында іріткі салып, араздық жасап жүрді. Мен айтып отырған нәрсем қазақтың ұлттық санасының қалыптасуы еді. Декоммунизация мәселесі, деколонизация мәселесі тұрғысын айтқам. Мен ол жерде Тоқтарбайдың мәселесін көтерген жоқпын, жеке. Мен жеке атамның мәселесін алға шығарып отырған жоқпын. Мен бүкіл қазақтың, қаймана қазақтың мәселесін көтергем. Соны рулық, жерлік, трайбалистік ұғыммен қарайтын болса, оған мен кінәлі емеспін. Сондықтан біздің қоғам өсу керек. Ал бізде қазір қазақ ұлт болып қалыптасқан жоқ. Біздің қазақ ру, жік болып күресіп жүр өз арасында. Мәселен, міне жаныңа батады бұл да. Бұл да сенің аяғыңнан шалатын, жолыңа қиянат жасайтын. Мысалға, мен қазір 30 жастамын ғой, мысалға. Маған мүмкіндік берген кезде, мен әлеуетім қолымда, қаражатым болған кезде, мен кемі 10 жылдың ішінде мен Алаш тарихында үлкен резонанс жасап, қопарып тастауға мүмкіндігім бар еді. Архивтерге де баруға болады, кітап та шығаруға болады. Мен оны жасап көрдім өз басымның. Бір тиын қаражатым болмай тұрып, жолға шығып, Қырбалас қоғамдық қорын құрдым. Ұшақ жігіт болып бастадық. Бір тиынсыз. Қазір 5 жыл болды. 5 жылдығын өткеріп, міне 6-шы жылға кетіп баратырмыз. 500-ден астам мүшесі бар. Әр аймақта филиалын аштық. 88 тұлғаның кітабын шығарыппыз. Ойлап көріңіз. 5-ақ жылда. Ал менің қолымда мемлекеттен қаражат алып, егер шын мәнінде үлкен қолдау болған кезде, мен әлеуетімді әркімнің алдына барып, алақан жайып, есік тоздырып, табалдырық тоздырып, қайыр тілеп жүрмей, Алашқа бүкіл мүмкіндігім салатын едім. Жақсы. Қазір мемлекеттен ақша алу жайына тоқталамыз әлі. Сіз адамдардың атын атамаймын дедіңіз, кейін мемуар жазамын, естелік жазамын дедіңіз, жарайды, оған да қабылдадық. Енді сізге жақсылық жасаған адамды тез ұмытасыз ба? Біріншіден, құрметіңізге рахмет. Екіншіден, ол Алаш тұлғалары ғой, Алаш қайраткерлері. Олар зерттейтін адамдар, біз Алаш танушылармыз. Сондықтан олар Алаш қайраткерлері еді. Біз сол Алаш қайраткерлерін тануға, зерттеуге, есімдерін насихаттауға, ұлықтауға, тағзым етуге, тұғырын биіктетуге жұмыс қылып ізденіп жүрміз. Ал енді мен жақсылықты ұмытатын адам емеспін. Маған жақсылық жасаған, осы жолға түсірген әрбір ұстаздарымды, ағаларымды алқалаған, қолдаған, жолымда кездескен әрбір жақсы адамға қарыздармын. Бірақ мен табиғатымнан, мен сіздің қарыздарыңызбын, мен сізге борышкермін, мен сіздің жақсылығыңызды ұмытпадым деп айтатын адамдардың қатарында емеспін. Ондай айта алмаймын, бір жасандылыққа салынғым келмейді. Бірақ ол адамды ерекше жүрегімменен қастерлеп, құрметтеймін, ұмытпаймын. Қуанышында, қайғысында бірге бөлісуге, жанында болуға, табылып тұруға, уақытымның мүмкіндігіне қарай көңіл бөлуге тырысып жүремін өмірде. Бірақ білмеймін неге екенін қайдам. Қазір әлеуметтік желіде жұрттардың бәрі осы мен сізді жақсы көремін, сізді құрметтеймін, сізді бағалаймын деп ашық жазып жатады ғой пікірлерін. Мен сондай жаза алмаймын. Қолымнан келмейді. Білмеймін неге екенін жаза алмаймын. Қолым жүрмейді кәдімгідей. Сондықтан ондай адамдарға деген бір немді білдіре алмаймын. Бәлкім бұл менің кемшілігім де шығар. Кейбіреулер соны мынау біздің жақсылығымызды ұмытып кетті деп ойлайтын шығар. Бірақ адам ұмытса да, мен ұмытсам да, Құдай ұмытпайды, тарих ұмытпайды ғой. Жазылған нәрсе. Сондықтан жақсылықты ұмытамын деп айта алмаймын. Елдос Тоқтарбай мырзаға жақсылық жасаған адамдардың қатарында
Алматы қаласының мәдениет басқармасының басшысы Ғани Майлыбаев мырза бар. Ол кісінің не деп көңілін қалдырдыңыз? Неге ол кісі сізге өкпелі сияқты? Ғани кеңмен жақын доспын, араласпын. Өкпе реніш болатындай бір себеп болған жоқ. Әлі күнге дейін аман саулығымыз түзу. Осы өткен 26 желтоқсанда қабылдауына кіріп, жаңа өртеніп кеткен әкімшілік бар ғой, сол қайтадан қалпына келтірілді ғой, сонда кабинетіне кіріп шыққан болатынмын. Ортақ жобалар жасадық. Мені музейге шақырды қызметке. Мен музейге қызметке бармадым, бәлкім соған ренжіген шығар, жанында жүруге. Өйткені өзім жақын араласатын адамдар менен бірге жұмыс істегім келмейді. Өйткені ортадағы байланыс құрметті бұзып алғым келмейді. Мен мінезім ауырлау. Жұмыс барысында мен басқа елдоспын, талапшыл адаммын. Одан кейін әділмін. Мен ұжымменен жұмыс істей алмауым мүмкін. Ортақ ымыраға келе алмауым мүмкін. Содан кейін шығармашыл адам болғаннан кейін мен түннің бір уағына дейін жұмыс қылам. Жазатын шаруаларым өте көп, бәрін жазып қалу керек. Сондықтан мен режим сақтап, жұмысқа таңғы сағат 9-да барып, ерте отыратын адамдардың қатарында емеспін. Сондықтан өзімді шығармашыл азат адам ретінде сезінгеннен кейін ешқандай жерге жұмысқа бармаймын. Бәлкім Ғанекеңнің сол ұсынысын қабыл алмағаннан кейін маған ренжіген шығар. Енді басқа қандай реніші бар екенін білмеймін, бірақ өткенде ғана барғанда бәрі жақсы болған. Жақсы. Осы уақытқа дейін мемлекеттен біраз тендер алыпсыз. Ол ертең сіздің алдыңыздан шықпай ма? Тендер алыппын? Мен алыппын, Елдос Тоқтарбай ретінде. Көк тиын алып көрген жоқпын. Көк тиын алған жоқпын. Көкті Құдай, әруақ, бәрі куә, бір тиын алған жоқ мемлекеттен. Тендерға қатысқан адам емес осы күнге дейін. Не партияда, не үкіметтен, жергілікті биліктен алған жоқпын ақша. Сіздер қазіргі жасап жатқан дүниелеріңізді біз қазіргі жасап кім қаржыландырады? Жалпы халықтың сөзіңіз аузыңызда елеген Елдос Тоқтарбай мырзаның артында кім тұр деген мәселелерде сұрақ астына алады да адамдар. Ол ақшаны қайдан алады? Енді бір кәсіпкер емес, бір бизнесі жоқ, отбасын қалай бағады, өзін қалай бағады деген сияқты. Елдос Тоқтарбайдың артында қарапайым халық тұр. Және бір ғана Құдай тұр. Болды, мен Құдайға сенем. Құдайдан кейін Құдайдың бір аты халық қой, халыққа сенем болды. Басқа менің тіреуім де жоқ, ештеңем де жоқ. Мен кәсіп қылып, бір саудамен айналысып жүрген адам емеспін. Дәулетім де жоқ, жинаған, ашықпын, қай жерде болсын, тазамын. Біреудің қақысын жеп, қалтамды қампайтқан емеспін. Мен халық не, қалта деген не, екеуін айыра алатын адаммын. Қалтама жұмыс қылған емеспін, халыққа жұмыс істеп жүрмін. Ал маған кімдері көмектесті? Мәселен, Қарағандыда Нәтиже сүт компаниясы бар атақты. Меценат Ерлан Әшім. Мысалға, мен ешқашан бетімді қайтармай, архивте жүрсем де, кітап шығарсам да, сұраған суммамды беріп отырды. Әлі де көмектесіп жүр. Сол сияқты Шымкентте үлкен меценат жылқышы Қалдыбай Дәулетов деген азамат бар. Жеке шаруа қожалығы бар. Сол кісі қолдап көмектесіп жүр. Қарағанды облысында мемлекет және қоғам қайраткері, үлкен білім меценаты Бекзат Алтынбеков деген азамат бар. Өзінің жеке колледжі, шаруашылықтар бар. Сол кісі қолдап көмектесіп жүреді кітаптарымызды шығаруға. Содан кейін осы Астанада ел құрылыс компаниясы бар. Соның басшысы Айзат ханым үнемі қолдап көмектесіп жүр. Әйел азаматшы. Әйел азаматшы. Осы Астанада Алума деген тереземен айналысатын азамат бар, Қанат Сенбай деген. Сол кісі қолдап көмектесіп жүр. Осы Астанада ыдыс-аяқ сатумен айналысатын Дәурен Бәйменов деген азамат бар. Сол кісі қолдап көмектесіп кітаптарымызды шығарып жүр. Одан кейін қарапайым халықтың арасынан азаматтар өздері демеуші болып көмектеседі. Мәселен, Науан Қазіреттің кітабын шығарғанда көкшетаулық бір топ азамат өздері шығарып берді кітабын.
бұрын соңды кітабы шықпаған, халыққа жетпеген Бай Батыр ер Жаңыл деген алаш қайраткері болған. Соның кітабын Қызыл Жарлық, айтыскер ақын, мықты азамат Әлібек Серғалиев өз қалтасынан 1,5 миллион теңге ақшасын шығарып тұрып, сол кітапты шығарып берді мысалға. Одан кейін мынау Ақтауда Қазақстанда саяқ сатумен айналысып жүрген Жалғас Дәулетов деген азамат бар. Одан кейін Тұрсын Жұртбай ұстазымыздың кітабын Есман Жұмабай деген алаштың мықты азаматы шығарып берді кітабымызды. Сол сияқты жекелеген азаматтардың қаражатыменен шығып келе жатқан кітаптар бұл. Әрбір кітапты ашып, танысып қарасаңыздар, бірінші бетінде кім шығарды, кім қолдады, соның барлығы жазылып тұр бізде. Тек қана бір жағдай болды. Алаш қайраткері Біләл Малдыбайұлы деген алаштың үлкен тумасы болған. Мынау Ақмола облысының азаматы атаусыз, іздеушісіз қалған. Соның ұрпағын таптық. Ол ұрпағы Көкшетауда ұзақ уақыт педагогтық қызмет атқарған екен. Сол кісі рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы біздің шәкіртіміз Ерден Нұрахметтің Алаш арысы Біләл Малдыбайұлы деген кітабын және Біләл Малдыбайұлының Кенесары заманы деген 2 кітабын сол рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде шығарып берді әкімшіліктің ақшасымен. Оның өзінде 500 дана ғана шығарып берді. Қалған 500 данасын біз басқа кәсіпкерлердің, азаматтардың қолдауымен 1000 дана ғып шығардық. Өйткені біз кітаптарды 1000 дана ғып сапалы түрде шығарамыз. Ал енді Құлыншақ деген жоба жасадық, балаларға арналған. Әрбір облыстың баласы, бүлдіршіні өзінің бірінші тарихын, облысын таныса, өзінің аймағын таныса деген мақсатта өз ауылынан шыққан ақын жазушылардың тізімін жасап антология дайындадық. 2 томнан тұратын. Бірінші томына өлеңдер, тақпақтар, жаңылпаш, жұмбақ қойсақ, екінші бөлімге әңгіме, хикаят, сондайлардан жинақтап дайындадық. Сол Құлыншақтың Жетісу балалар жазушылар антологиясын шығаруға Амандық Ғаббасұлы Баталов Алматы облысының әкімі болып тұрған кезінде қолдап шығарып берді. Оның өзі тендер арқылы емес, ол авторлық, біз патент деген нәрсе болады, сен авторлық құжатыңды дәлелдеп көрсеткен жағдайда тікелей бір көзден жасата аласың. Бірақ ол кезде бүкіл есебі, қисабы бәрі беріледі. Біз соның бәрін көрсетіп тұрып, адал жолменен кітапты шығарып, бүкіл облыстың кітапханаларына таратып, тұсаукесерін жасап, балалар жылы аясында президентіміз 2021 жылды балалар жылы деп жариялап еді ғой, есіңізде болса. Сол жылы біз балаларға сондай сый тарту еткен болатынбыз. Жақсы. Мына жақта сіз айтып отырсыз ғой, бір жаңа нәтиже дедіңіз, белгілі бір компаниялардың атын атап өттіңіз. Нәтиже деген сүт айран өнімдері. Мен оны бір рет Қарағанда, әкем Қарағандыда тұрып, барған кезде сыртына Кеңес одағының қазақ халқына жасаған зорлық-зомбылықтары туралы жазақ екен қаптамасында. Сондықтан бұл біздің тарапымыздан кішігірім азғантай 100-200 оқырманымыз болса да, осы нәтиже өнімдерін қолданыңыздар деп айтқым келіп тұр. Иә. Жалпы қазақ бүгінгі таңда қазақ қоғамында бай мен кедейдің арақашықтығы алшақтап бара жатыр да. Сәйкесінше қарапайым халық бай адамдарды Алдар Көсе мультфильмдегідей Артур Краус пен Егор Краус атты 2 еврей ағайындыларын түсірген мультфильмдегі идеологияға сәйкес бай сұмдық айуан адам, семіз қарны қампиған, жек сұрын, ауылға сыйы жоқ, қоғамға сыйы жоқ, қатынына сыйы жоқ, сондай бір оңбаған, іші тар, шық бермес шығайбай қылып көрсеткенді. Ал кедей адамды бір құдды бір періште, жақсы, ақылды қылып көрсеткен. Бүгінгі таңдағы қазақтың байлары қандай? Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі Go Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. Go Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Енді бүгінгі таңда бай деп біз кімдерді айтамыз? Қалталыларды айтатын болсақ, мен 20 ғасырдағы қазақ байлар институтын зерттейтін адамның, ауқаттылар институтын, қазақ ауқаттыларының өмірінен Алаштың ақсүйектері деген үлкен кітап жазған адам ретінде, осы тақырып зерттеп жүрген адам ретінде меценаттық қайдан бастап алды,
Алаштың байлары, атымтай жомарттары қандай еді деген сұрақтарды білетін адам ретінде бүгінгі мен салыстырсам, бүгінгі көптеген бай азаматтарға көңілім толмайды. Менің араласып жүргендерім ол бай адамдар емес қой, аса. Шағын кәсіпкерлер енді бастап жүргендер. Бізде байлығы Forbes'ке кіргендер бар ғой. Мәселен, олар деген тек қана қарнын қампайтуды біледі. Алашқа қызмет етіп жатыр ма? Бүгінгі Қазақстан Республикасының дамуына үлес қосып жатыр ма? Алашқа қызмет етіп жатыр деп айтпастан бұрын Қазақстанға қызмет етіп жатыр ма дейікші? Ашық сұрағын. Бізде ғылымға, мәдениетке, өнерге ақша құю, инвестиция тарту өте қиын. Біздің байлардың қолынан ондай жомарттық, мәрттік келмейді. Бүгінгі қалталы деп жүргендер ақшаларын жеңіл, желпі нәрсеге салуға құмар. Неге? Өйткені аста төк, ұлан асыр, ас берсе, даңғарда той жасайтын болса, бәйге көкпар беретін болса, тіпті ит төбелестіргенге дейін ақша құюға дайын тұрады. Ал ғылымға ақша құймайды, мәдениетке ақша құймайды, өйткені бұдан атың шықпайды. Нәтижесі бүгін келмейді. Ал ана жерде ас беретін болса, біреуге көлік мінгізіп, біреуге пәтер бере салатын болса, одан жомарт, одан мықты адам жоқ деп жарнамасын дүркіретіп жасайды. Ол жеңіл нәрсе. Ал ғылымға ақша құю, мәдениетке ақша құю, орысша айтқанда западло, ұят тірлік олар үшін. Ұят тірлік. Сенесіз бе? Ондай нәрсе жасай алмайды. Ал біздікілер ғылымға, мәдениетке инвестиция бол, ақша сал, инвестор бол деп шақыратын болсаң, олар оның нәтижесін тез көргісі келеді. Бұл бір парадокс нәрсе де мен айтам. Сіз беріп отырған ақша ол көктемде ектің, күзде қазып алатын картоп емес ол. Ол 3 айда шыға қоятын нәтиже емес, ол жемші деген емес, біз неге отырғанымыз. Біз білім, мәдениетке, ғылымға құйып отырмыз ақшаны. Оның нәтижесі 5 жыл, 10 жылда береді. Мен құдай емеспін, періште емеспін, бірден нәтижесін жасап шығарып жіберетін. Бірақ біз қазақтың болашағына, іргетасына ақша тартуымыз, құюымыз керек еді. Неге Альфред Нобельдің аты бүгін көп айтылады? Неге алаш қайраткерлер Нобельді мақтады, Нобель туралы жазды? Білесіз бе? Өйткені Нобель бүкіл байлығын, дүниесін ұлтының игілігіне жұмсаған адам. Ғылымға, мәдениетке, әдебиетке, өнерге жұмсаған адам. Ондай байлар шетелде көп. Ал біздің байлар қарынның қампайғаны, содан кейін ақша сартылып жатса тоқал алуға, қазақ байыса тоқал алады деген сөз рас. Қазір байлар тоқал алудан жарысады ғой, мәселен. Жап-жас өзінің немересіндей жап-жас қыздарды алып алады. Оны ел аға сөзіңізді бөлейін. Тоқал деуге келмейді шығар, ашына деп айтқан дұрыс болады. Енді білмеймін, солай да шығар. Содан кейін жаңағы соларға қымбат жаңағы тонын әперіп, киімін әперіп, көлігін алып беріп, сондайларға жүр. Қазақтың қалталыларының ақшалары сол тоқалдардың қолында тұр ғой қазір, шындап келгенде. Сол тоқалға емес, ұлтының игілігіне жұмсайтын болсақ, біз әлдеқайда дамып кететін едік. Бүгін Қазақстан дамымай бір жерде тұрақталып қалып тұрса, бүкіл байлар кінәлі оған. Қалталылардың бәрі кінәлі. Сол қалталылар қарекет қылатын шақта ұлты үшін аянып қалды. Ұлты үшін қолынан келіп тұрған қаражатын бөлмей қалтасына басып қалды. Осы тұста Міржақып Дулатұлы атамыздың сөзін айтып қойып тұр осы мәселеге байланысты. Елдің сыналатын сәтінде бұғып қалған адамның барлығы сатқын деген. Әрине. Яғни ол қалталы азаматтардың барлығы еліне опасыздық жасады деп айтуымызға бола ма? Белгілі бір деңгейде опасыздық деп айтуға болады. Өйткені ол қайдан келген ақша? Мәселен, мен тәуелсіздіктен кейінгі қазақтың байларының өзінің маңдай теріменен байды деп ойламаймын. Анау 160 па, 167 адам бар ғой тізімдегілер. Өз маңдай теріменен байған адамдар емес олар. Олар Қазақстанның жер асты, жер үсті байлығын басып қалған адамдар. Болды. Сіз бен бізге тиесілі біздің ұлттық қормалымызды сүлікше сорып келатқан адамдар ғой. Олардың халықтың қырылып жатқан кезде осы Астанада пандемия кезінде салют атқан есімізден әлі кеткен жоқ. Салют атқан болатын. Халық қырылып жатқан сол кезде. Біз сол кезде анау шалдың туған күнін тойлап атқан Астана. Міне. Ақыр соңы неге келді? Қаңтар оқиғасына келді. Соның бәрін кімдер жасады? Қолында ақшасы бар, қаражаты бар адамдар жасап отыр. Ел аға жаңа ессең
есімізден кеткен жоқ дедіңіз. Жалпы біздің қазақ қоғамы менде мынандай бір түсінік қалыптасып қалды да. Ақпараттық кеңістікте осы біздің еліміздің ақпараттық кеңістігінде бір белгілі бір сұмдық жағдайлар болған жағдайда оны біз шулап, табалап, аузы бардың бәрі, қолы бардың бәрі, телефоны бардың барлығы соны жарыса жазып, видео түсіріп, үндеу жасап, бүйтпеңіздер, сөйтпеңіздер деп айтамыз да. Бірақ араға 10 күн салып, 2 апта салып, сол мәселе құдды бір болмағандай, ол мәселеге біз қайтадан оралмаймыз. Мысалға, өткен жолы Алматыда есіңізде болса, я болмаса жаңалықтан көргенде шығарсыз, бұл бір дүйім жұртқа бір сондай бір дене түршігерлік жағдай болды. Автобус жүргізуші әйел адам. Оны бір ер азамат деуге келе ме, келмей ме, енді ол бірақ енді жынысын айтып жатырмын мен. Сол ер азамат ана әйел адамды мына жақтан тоқтатпадым деп ұрған ба бірдеңе әйел адамды. Енді әйел адам болса да, еркек адам болса да, қай-қайсының кім-кімді ұруға хақысы жоқ деп ойлаймын өз басым. Бірақ бірінші кезекте бұл нәзік жанды адам, жүргізуші, автобуста пәлен адамды алып келе жатыр, ол үлкен жауапкершілік. Жүргізушіге кедергі келтіріп, соның кесірінен пәлен адам өлді мысалға. Автобус жүргізушіні ұрды, жүргізуші автобусты игере алмай, аялдамадағы тұрған өзімен өзі автобусты күтіп, шаруаларына баратын адамдарды былайша айтқанда мерт қылды. Бұған кім кінәлі деп ойлайсыз? Жалпы біздің ер азаматтар осы өзінен әлсізге ғана күштері жете ме? Әлде қазаққа ғана күші жете ме? Қазақтың ер азаматтары, жігіттері не болып бара жатыр? Неге ел алдында жүрген өзіміз сияқты, дін саласында жүрген, ұлтым, елім, жерім деп жүрген адамдар мысалы, неге үндемейді? Неге Мұхамеджан Тазабек айтпайды? Неге Арман Қуанышбай айтпайды? Неге үлкен кәсіпкер меценаттар айтпайды? Блогерлер айтпайды? Неге әншілер айтпайды? Ерасыл, айтпай жатқан жоқпыз. Айтудай-ақ айтып, жазудай-ақ жазып жатырмыз осы мәселе. Бұл айналып келгенде бүгінгі қазақ қоғамы рухани тұрғыдан, интеллектісі тұрғыдан мешеу топастық деңгейге түсіп кеттік. Біз тобырлық деңгейде жүрміз қазір. Тобырлық деңгейдегі қоғамда алға жылжу, демократия, теңсіздік, адамның хақы, біреудің жеке шекарасын аттамау деген түсініктер аты көтімен болмайды. Мен мысалға айтпай кетті демесін деген бір сөзден қорқам. Кейін осыны біліп тұрып елдос айтпай кетті демесін деп, арымның алдында таза болу үшін жазам тарихты. Әлеуметтік желіге пост салам, видео дайындайым, барған жерімде көрсетіп, релистар түсірем. Бірақ соның қаралымы аз, оқылымы аз. Ал біздің қоғам қазір анау жұлдыз біткен, әнші біткен, аузы бар жыбырлайтындардың бәрінің өмірін аңдып отыр. Ол не жейді, не ішеді, кіммен төсектес болды. Сол қызық біздің қоғамға. Болмайтын нәрсеге уақыттарын өлтіріп, босқа ұрду-дұрдумен уақыттар өтіп жатыр. Осы бір пайдалы нәрсені оқиыншы, ізденейінші, білейінші, мынау менің шын тарихым екен ғой деген бір қазақтың баласын көрген жоқпын, шындап келсем. Санаулы ғана. Менің өзімнің айналамда жүрген адам бір ғана оқып, бөлісіп қояды. Ол не ол? Қоғамның сыйқын көрсетіп тұр бүгін. Жиіркенішті шындап келгенде. Ол автобуста болып жатқан бүгінгі нәрсе емес. Оған біз тағы да бір көзбен қарауымыз керек. Әйел адамды автобусқа отырғызып қойған парк кінәлі. Автопарк кінәлі. Автобус парк. Әйел адамның міндеті троллейбуста отырса болатын еді, трамвайда отырса болатын еді. Неге ол үлкен автобусқа салады оны? Мәселен. Одан кейін мен кінәлаудан аулақпын. Бірақ видеоны бәрін қарап танысып шықтым, мен де көрдім. Енді біз де қоғамдамыз, жаңалықтан бәрін естіп жатырмыз. Біздің халықта кінәлі ғой, жолдың шетіне адам шыға ма? Аялдамада тұр. Неге сен жолдың қақ ортасына барасың? Мәселен, мәдениет деген осы ғой. Мәдениет, біз мәдениет сақтамаймыз ғой, біз сиыр сияқты талтаң етіп жүре береміз. Одан кейін өлім құшып атсаң, жүргізуші кінәлі болады, басқа кінәлі болады. Адам өзі қауіпсіздіктің алдын алу керек қой, өзі қауіп-қатерді түсіну керек қой. Бұл бәрімізге айтылатын нәрсе. Бұл кеше болған оқиға емес, және соңғы болған оқиға емес. Бұл жалғаса береді. Біз мәдениеттілікке
әдептілікке үйренбейтін болсақ, бұл жалғасқан. Сондықтан бұл кез келген қоғамдық көлікте, ол әуе болсын, теңіз болсын, не болмаса пойыз жол болсын, темір жолда, қайсысында болсын осындай мәселелер өте көп. Бұның барлығы қоғам қарапайым мәдениетті білмейді. Осы. Елаға жақсы, ол әр адам өзінің денсаулығы үшін, өзінің жанының саулығы үшін, қауіпсіздігі үшін, әрине, әлбетте. Сөз жоқ, өз жауапты. Бірақ сол қауіпсіздікке нұқсан келтіретіндей жағдаят жасаған адамдарды біз неге ашық түрде таба аламаймыз? Неге олардың отбасын таба аламаймыз? Неге олардың сондай бір әрекетке баруына жол береміз? Ол жерде әйел адам, жарайды, ер адам болсын. Ер адам болса ана жақта соншалықты бір шу болмайтын еді деп ойлаймын өз басым. Бірақ әйел адамды ұрып тұр, жүргізуші содан кейін талып қалған көріне ма бірдеңе. Енді соққы алу оңай емес. Ерасыл, мен сол көліктің ішінде болмағаннан кейін, сол оқиғаның ортасында болмағаннан кейін, мынау былай болады, мынау былай еді деп ақ-қарасын айтуға, төрелік жасауға хақым жоқ біріншіден. Екіншіден, таяқтың екі ұшы бар. Таяқтың екі ұшы бар. Қазір әйелдердің тілдері ұзарып баратыр. Мәселен. Қазір адамдардың бәрінің жүйкесі жұқарған. Әсіресе Алматы, Астана сияқты үлкен мегаполис қалаларда тұрмыс тіршілігі ауыр халық, жағдайы қиын халықтың жағдайында түсінуге болады. Бізде автобустардың арасында жүретін интервалдар бар, ұзақ уақыт күтіп тұрады. Бәрі үйіне асығады. Кім кептелісте автобусты ұзақ күтіп тұрғысы келеді. Оның тек қана бір жағынан қарауға болмайды ғой. Ол көп қырлы мәселе да бұл жерде. Көлік мәселесі ретке келтірмегені, жол-пол не істейді? Қаптаған жол-пол бар бізде, асырап отырмыз. Сол кешке уақытта жаңағы часпик дейміз ғой, халықтың көп жүретін уақыт. Неге сондай кездерде сол аймақтар қарамайды? Ол жаңағы 47-ші маршруттың жүретін бағыт жүретін жер, ол Алтын Орда. Анау қалқаман адамның өте көп тығыз орналасқан аймағы. Сондай жерлерде тұруға болады ғой, мысалға, қарауға. Бұл өте көп қырлы қарайтын нәрсе. Сондықтан бізге қазір әрбір азамат қазақтың өзіне жауап беру керек. Өзінің шекарасын, өзінің құқығын, өзінің мәдениетін біліп сақтап жүрсе, бұндай нәрселер болмайды. Мәселен, бізде кондукторды алу керек дейді осыдан кейін. Водитель, жүргізуші тек қана жүргізіп отырсын, кондуктор болсын дейді. Қай дамыған мемлекеттің елінен көрдіңіз, қоғамдық көлікте кондуктордың айғайлап тұрған, кондуктордың ақша жинап тұрған. Ол біздің ғана елде. Ол мәдениет жоқ деген сөз. Мәселен, мен бірнеше Еуропада да болдық, таяу шығыс елдеріне де шығып жүрміз ғой. Сонда қоғамдық көлікте кез келген жолаушы басқа мемлекеттерде артқы есіктен кіреді, алдыңғы есіктен шығады. Бізде керісінше ғой. Ақшасын төлейді, ешкімді қақпайды, ешкімді соқпайды жүреді. Мынау сауда орталықтарына барсаң, әуежайға, темір жолға барсаң, экскалаторлар бар ғой, көтерілетін баспалдақ. Сол жедел сатының халық бір жағына түзу болып тұрады. Асығып баратқан шаруасы бар адам болса, екінші бос жағымен жүгіріп өтіп кетеді, мысалға. Ал бізде сөйтіп көріңізші, бізде ондай жоқ. Бізде кәдімгі жер сенікі сияқты, экскалатордың бәрі сенікі сияқты тайып тұрады, чайнақ жаңағы түкіріп кете салады, қақырып кете салады, маң қағып ағызып кете салады. Бұның барлығы адамның ішкі мәдениеті. Сол енді жүріп көр сондай көшеде. Біз анау тас дәуірінен қалған адамдар сияқтымыз ғой. Даммаған, бір хабарсыз автобустың орындықтарына аты жөнін жазып кетеміз, ғашықпын, сүйемін, күйемін деп тұр. Әп-әдемі, сенің, менің бюджетімізге берген, салығымыздан берген ақшаны өзіміз жыртамыз, өзіміз жазамыз, өзіміз сындырамыз, өзіміз қиратамыз. Содан кейін автобустарымыз тез тозып қалады. Басқа мемлекеттің бір автобусы кем 10-15 жыл жүреді. Біздікі 5 жылға жетпейді. Неге? Өйткені өзімізден бәрі. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, ешқандай тендер алмадым деп, жаңағындай мемлекеттен қаражат алған жоқпын деп. Неге сіз сондай мемлекет тарапынан берілетін осындай идеологиялық тақырыптарға бөлінетін субсидиялар не деп айтады оны? Сондай жұмыстарға арналатын бөлінетін қаражаттарға қатыспайсыз. Неге сол жұмыстарыңызды ұсынбайсыз?
әлде оны қабылдамай ма, не кедергі болған? Мен оны қатыспайды емес, қатыстық қой талай нәрселерге. Мынау қазіргі мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты үкіметтік емес ұйымдарды қолдауға арналған үлкен басқарма бар. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардың саны өте көп. Мәселен, қайбір жылы біз Қазақстанда азаматтық сананы орнату деген бір тақырыпта ма, бір ұмытып қалдым, бір жоба ұсынып өтпей қалдық. Соны кім ұтып алыпты деп қарасам, жаңағы ит мысық қорғайтын ұйым, сосын Көктайым деген ұйым ұтып алды. Көктайым деген не екенін кейін қарадым, сөйтсем ол жаңағы ЛГБТ-ның ұйымы екен. Сондай тіркеліп сайты бар, соның Қазақстанда жұмыс істеп тұр арнайы. Енді сен бір елдің тарихын, мәдениетін, салт санасын зерттеп, идеологиясын жасауға, ұлттық идентификациясын, болмысын, қалыбын жасауға жұмыс істеп отырсың ғой. Сені қолдамайды. Одан ары өтеді. Енді оны дауласып, қырылыссаң уақыт кетеді, соттасуға да болатын еді. Бірақ біздің қоғамда әділдік бар ма? Ақыр соңында өзің жынды боласың. Мен талай жаздым бұны әлеуметтік желілерде, талайда шулаттым, талайда көтердім. Бірақ мен сүйкімсіз адам болдым. Одан кейін жолың жабылады. Ей қойшы, ол Елдос Тоқтарбай бәлелі көт деген сияқты сенен аулақ тұруға тырысады. Сенен қашады. Сондай жағдай. Енді оған бола қайғырудың қажеті қанша? Абай айтады, істің өнбей жатса ретін тап дейді. Мен ретін таптым. Халықпен байланыс жасадым, халықтан қаражат алдым, кәсіпкерлерге бардым. Оған өкінбеймін. Мемлекет қолдамаса екінші жағынан шықтым. Ол мемлекет қолдамады екен деп, жылап, сықтап жатсаң аш қаласың ғой мына қоғамда. Кітабың да шықпайды, сөзің де өтпейді деген сияқты. Басқа да айналатын жолдарды қарау керек. Алаш қайраткерлерінің мен өміріне мотивация алған адаммын ғой. Ол түрмеде жатса да рухы сынбай, кеудесін таптатпай, ақшасы бар болса да өзге елге ауып кетпейді. Келіп қайтадан сол жұмысын жалғастырып жандандырды ғой. Мәселен, түрмеде отырғанда сағы сынбаған адам сыртқа шыққаннан кейін еркіндікте қайтадан сол жұмысын жалғастырады. Сондықтан жұмыс қылуымыз керек. Үкімет жаман, анау жаман, мынау жаман десең, жамандай отыруға болады. Жамандаудан, сынаудан жеңіл жұмыс жоқ қой. Бірақ сондай деңгейге түскім келмейді. Мен өзімді сыйлаймын, өзімді құрметтеймін. Сондықтан біреудің алдына олай барғым келмейді, шындап келгенде. Және біреуге қарызда болғым келмейді. Әсіресе билікте жүрген адамдарға қарыз болып қалсаң, ол қиын. Оны жаңағы туған күнде бірдеңесінде құттықтап отыруға, сондай жазуға, майменкөлеп отыруға міндетті оқып қалатын сияқтысың. Табиғатың мүлде жоқ. Жалпы бойыңызда жағымпаздық қасиет бар ма? Қалай ойлайсыз? Сен осы отырғанда мен жағымпазданып отырмын ба біреуге? Осы көргеніңнен бері айтшы, мен біреуге жағымпазданыппын ба? Мен неменесіне жағымпазданамын? Кімге жағымпаздануым керек? Енді ел адамын сұрағаныма сіз өйтіп назданбадыңыз? Жоқ, назданып отырған жоқпын. Назданбаңыз, бірақ айтайын дегенім ол емес. Айтайын дегенім мынау, қазір жағымпаздықтан дүние олимпиадасы болса, Қазақстан бірінші орын алады. Қайдан біліп қойдыңыз сіз оны? Белгілі ғой. Мен айтайын деп отырмын ғой. Қазақстан бірінші орын алады. Одан кейін қазір мен жағымпаз болатын болсам, мен жазушымын, ғалыммын бір жағы. Мен мықты дүниелер жасап тастайтын едім жағымпазданып отырсам. Сол маған керек па, мысалға жағдайым жасап алатын едім, комфорт үйде тұруға болатын еді. Астананың қақ ортасын, Алматының қақ ортасын үй алып алуға жағдайым жасауға мүмкіндігім болды. Мен мемлекеттік қызметте жүретін едім, егер соны маған керек болатын болса. Бірақ мен жазуды бәрінен биік қоямын. Маған жазу керек. Маған жазу қымбат. Құдай менің қолыма қалам ұстатты. Шыңғыс хан өмірге келген кезде алақанына қан ұстап туды дейді ғой. Сол сияқты мен өмірге келгенде менің қолымда қалам болған, мысалға. Мен сол қаламға серт берген адаммын. Сондықтан маған қаламнан артық бақыт жоқ. Ал жағымпазданатын болса, мысалға қазір президент Қасым-Жомарт Кемел-Тоқаев екеуміз бір рудамыз, мысалға. Мен трайбалист, рушыл болатын болсам, мына кісінің ата-бабасы туралы шежіре жазып тұрып, былтырғы әкесінің 100 жылдығы тойланған кезде Кемел-Тоқаев детективтің атасы, көкесі деп тұрып, керемет мақалалар жазып тұрып, сыйлығын да алып қатысатын едім. Мұрағаттың бәрі қолымда тұр. Мұрағатта қолымда бар, білемін. Былтыр мені Үштөбедегі тойына да шақырды. Өзіміздің ағайындар. Мен бірақ барған жоқпын тойына. Мен рушыл жікшіл болып барғым келмеді. Мен рушыл жікшіл адам емеспін біріншіден. Екіншіден мен Кемел-Тоқаевтың дәуірін зерттеп отырған адам емеспін ғой. Менің дәуірім 20 ғасырдың бастапқы жылдары. Ол кісі Советтік Қазақстанның қаламгері.
Одан кейін мен детектив жанрының не екенін білмейтін адаммын ғой. Ал білмеген нәрсемді қалай мен мұрнымды ұмытқан. Мысалға, егер жағымпаз болатын болсам, баяғыда солай жасауға болатын еді. Бірақ ол маған керек емес. Мынау жаңағы рушылдық трайбализм деген нәрсені айттыңыз ғой. Рушылдық трайбализм деген нәрсе кезінде анау ғұн тайпаларын, ғұн мемлекетін ыдыратқан, сақ мемлекетін ыдыратқан нәрсе ол. Осындай күллі Евразияны жаулап тұрған осы біздің ата-бабаларымыздың ыдырауына септігін тигізген сондай бір дертті. Түрік қағанатын ыдыратқан, ғұн қағанатын ыдыратқан, басқа біздің осы уақытқа дейінгі келе жатқан барлық қағанатын түптеп келген кезде зерттеп қарайтын болсақ, осы рушылдық, билікке талас, бақталастық, сондай бір дүниелердің кесірінен біз тәуелсіздігімізден айырылып, тарихтан қарасақ, Қытайға жеңілді, бір жағы Еуропаға жеңілді, кейіннен Қазақ хандығы құрылар шақта билікке таласып біздікілер бөлініп кетті деген сияқты. Сондай бір тарихи үлкен қателіктер бар ғой. Соның қайтадан болмауына кім кепіл? Осындай рушылдық, қазір мысалы адайлар шығады. Жер асты құдай бірдеңе деген сияқты. Қоңыратың шығады, найманың шығады, арғының шығады, шапыраштың шығады, жалайырың шығады. Мен руға тиісті нетіп отқаным жоқ. Бірақ қазіргі бүгінгі қоғамда бар нәрсені айтып отырмын да. Неге біз өзім, мысалы мен қоңыратпын да, адаммен араласқан кезде ешкімнің руын сұраспайды екенмін. Сіз руыңыз қандай, бірге істейік деген сияқты шүйіркелесіп кететін кісілер болады да, рушыл болса. Андай оның арты неге апарады? Біз араңдап қалмаймыз ба? Ол біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігіне нұқсан келтірмей ме? Біздің бірлігімізге нұқсан келтірмей ме? Еліміздің идеологиясына кереғар нәрсе болмай ма ол нәрсе? Жалпы рушылдықтың соңы неге апарады? Неге біз сондай тобырлық деңгейден әлі күнге дейін шыға алмай жатырмыз? Неге біз руымызға тіл тигізсе қызыл кеңірдек болып, былайша айтқанда біреуді бауыздап өлтіріп тастауға дайын тұрамыз да, қазақ десе былайша айтқанда денеміздегі түгіміз де қимылдамайды. Қазақтың жай-күйі неге осындай? Енді мен сақ ғұн тақырыбын зерттеп жүрген маман болмағаннан кейін ол тақырыпта ештеңе айта алмаймын және білмеймін. Ал енді мен отарлау процесін зерттегеннен кейін қазақ қоғамындағы рушылдық дерті 1731 жылдан кейін басталды. Менің ұғымымда, менің байымдауымша. Өйткені сол уақытта бізді 300-ге бөліп тастады. 300-дің ауызбіршілігін сетін етті, бірлігін жойды, ынтымақты ыдыратты. Сол арқылы біз ру арқылы қазақты басқару саясатын қолдадық. Бұрын қазақты төрелер әулетінен шыққан текті тұқымдар басқарып отыратын болса, ендігі қарадан шығып хан болған дейді ғой. Мынау қазақтың руларынан қойған адамдарды қоя бастады, өздеріне сенімді адамдарды қоя бастады, жағымпаз жалтақтарды қойды. Әрине, олардың ішінде Құнанбай сияқты мықты адамдар да болды. Бірақ әр ауылда, әр болыста бір Құнанбай болды деп айта алмайсың. Құнанбай жалғыз, басқалардың бәрі жағымпаз, жәнтектер болды. Сондайлардың кесірінен қазақ 20 ғасырдың басында ауызда күйді. Мемлекетте ақ ордамызды ортасына түсіріп алдық. Кенесарыны ұстап бердік. Махамбетті қалай өлтірдік. Исатайдың өлімі, Сырымның өлімі, осының бәрі сабақ болып тиюі керек еді ғой, жарайды, қойшайды, ол өткен ғасыр дейсің ғой. Енді 20 ғасырдың басындағы Алаштың шетінен мықты, шетінен білімді, эрудит, интеллектуал, полиглот, зиялы, элита, шетінен сен тұр, мен айтайын деген мықты жігіттерден айырылып қалдық қой біз. Содан кейін ойлануға болатын еді ғой. Жоқ. Біз советтік заманда да ұстап бердік. Міне бүгін 10 қаңтар қазақтың сұмдық жазушысы Ильяс Есенберлиннің туған күні. Ильяс Есенберлин өмірінде советтік қиын қыстау заманда жүріп 17 роман жазған қазақтың тарихы туралы. Деколонизация мәселесін көтерген адам. Соның түбіне жеттік қой біз өзіміз. Кім жетті? Өзіміз. Рушылдық саясат жетті. Жарайды, оның бәрін қой енді. Кешегі тәуелсіздіктің ақ таңында қазақ үшін күрескен, тәуелсіздіктің саясатын сынап, тәуелсіздікті дұрыс мақсатта басқару керек екенін айтқан Заманбек пен Алтынбекті ұмытып кеттік қой біз. Кешегі Жаңаөзен, Қаңтарды ұмытып кеттік.
соның да түбіне не жетіп отыр? Осындай нәрселер. Мәселен, қаңтар оқиғасы кезіндегі видеолардың қиындысы тарады ғой. Сол кезде адайлар мен наймандар бірге, адайлар менен қоңыраттар бірге, аналар бірге, мыналар бірге деген видеолар шыға бастады. Бір-біріне сондай месседждер жіберді. Ол дұрыс емес нәрсе. Бұл адайдың мемлекеті, бұл найманның мемлекеті емес, бұл бір тұтас болу керек. Ел аға, сөзіңіз орныңызда, бөлейін қайтадан. Әдепсіздік деп танымаңыз, бірақ айтайын деп тұрмын да. Жаңағы ру жайлы, бөліну жайлы. Тағы қазір TikTok желісінде, Instagram желісінде қарайтын болсаңыз, Алшын мемлекеті бана болса несі бар ғой, анау найзаның ұшы сияқты белгісі бар ғой, таңбасы. Соны бір тілге тиек етіп, Алшын мемлекетін құрамыз деген сияқты бір сепаратистік бір қозғалыстар бар да. Оны мен ойламаймын, біздің Байұлы, Әлімұлы, Адай, сол рудағы өзіміздің қандастарымыз жасап жатыр деп. Оны бір сырттан жасап жатқан бір араңдатушылар ма, әлде бір сыртқы күштер жасап жатыр ма деп ойлаймын да. Әйтпесе біздің еліміздің бейбітшілігін бұзғысы келетін қазақтар бар дегенге онша жүрегім сенгісі келмейді, ашығын айтқан кезде. Бұл қалай болып жатыр, өзіңіз не ойлайсыз? Жағын білмеймін. Бізде қазір түрлі рулардың президенттерін сайлап алған, бірлестік, қор, сондай бір нәрселерді құрып алғандар көп қой әйтеуір. Ас беріп жатады, ананы істеп жатады. Өздерін марапаттап жатады. Мәселен, Махамбеттің медалін шығарады да, сол өзінің аймағындағы кіші жүздерге тарата ма, ол дұрыс емес. Оны бүкіл қазаққа беру керек. Мәселен, Қабанбайдың медалін шығарса, оны да басқа руларды араластырып беру керек, бір тұтастық үшін. Өздері ала бермеу керек. Енді оның бәрін айта берсең сөз көп қой. Білмеймін, бұл атан таныған дұрыс, руыңды білген дұрыс, шежіреңді білген дұрыс. Бірақ әр нәрсенің өзінің өлшемі, шекарасы болады. Сол межеден шығып кетуге болмайды. Бізге қазір рулық деңгейде, жерлік деңгейде өлшейтін адамдар емес, ұлттық масштабта ойлана алатын, кеңінен толғап пішетін азаматтар керек болып тұр. Мені өз руластарым, өз ағайындарым талай ортақ жиын тойларға шақырып жатады ғой, астарға мен бармаймын. Ол жаңағы мен барған жерімде алғашпын деймін ғой, менде ру жоқ, мен бүтінмін деймін. Ондағы мақсатым бөлінгім келмейді. Қазақтың қай ауылына барсам, сол ауылдың баласы болып, сол елдің, сол рудың атын айтып, кішкене рухтарын көтеріп отырамын. Ондағы мақсатым өзімнен кейінгі өкшелес буынның, ізбасарларымыздың рушылдықтан биік тұрғанын қалаймын. Ал енді өзім сондай сөзді айтып жүріп, сөзім мен ісім сәйкес келмей, Жалайырдың туын көтеріп алып, Жалайырдың астында жүретін болсам, мен кім болған, не болған? Өз ата-бабамыз білеміз, қыз алысқанда, қыз беріскенде ғана қолданамыз. Бірақ рушылдық дертін мен ауырған адам емеспін. Болашақта да ауырамын деп ойламаймын. Бір тұтас тұрғыдан қарау керек. Рушылдықтың соңы елді ыдыратуға келеді. Құдай бізді сырттың аш көздігінен, іштің ала ауыздығынан сақтасын. Менің тілейтін дұғам да, тілегім де осы. Тәуелсіздікті алу бар, тәуелсіздікті ұстап тұру бар. Тәуелсіздік тәтті сөз деп атамыз ғой. Енді осы тәуелсіздік деген сөзді жиі айта беруді тоқтату керек. Тәуелсіз Америка, тәуелсіз Алмания, тәуелсіз Италия деген мемлекет бар ма? Жоқ қой. Италия деген сөз ғана бар. Болды. Біз енді 32 жыл болды тәуелсіздік деп айтып келе жатқанымызға. Ендігіде тәуелсіздіктің акцентін бәрін республика күніне қою керек. Республика күні дейді. Ол Америкада республика күні бар, түріктерде де республика күні бар, Чехияңда да республика күні бар, Алманияңызда да республика күні бар. Біздің бар акцентті, белгіні, статусты 25 қазанға салу керек. Бұл мемлекеттің декларациясы жарияланған күн деп, соған қоюымыз керек. Ал енді 16-17 жылдық сол мейрам емес қой, ешкім сол күні мейрамда бір той тойлай алмайды, қуанышпен қарай алмайды. Ол тағзым күні ғой, ол менің жасыма жетпей өлім құшқан Қайрат, Сәбира, Ербол, Ләззаттардың қасыққаны жерге төгілген күн ғой. Ол күні біз тағзым етеміз ғой. Мен сондай ғана күн деп қараймын. Мысалы, мені қинайтын нәрсе, мен өзім тарихты, әдебиетті жақсы білгеннен кейін тұлғалардың өмірбаянына қараймын ғой. Қазір мен Шоқанның жасынан асып баратырмын. Шоқан менің жасымда қандай еді? 27 жыл өмір сүрген Сұлтанмахмұт қандай еді? Міне енді қазір Смағұлдың жасына келе жатырмыз.
Смағұл 33 жасында опат болды емес пе? Смағұл 33 жасына жетпей Қазақстанның 3-4 облысын аман сақтап қалған адам еді ғой. Жерін сақтап қалған, Ресейге қосылып кетуден. Ол қандай қайраткер еді? Ол ректор қызметін атқарды, ол білім министрі қызметін атқарды. Олар кесек еді. Біз сондай кесек тұлғалар болуға ұмтылуымыз қажет еді. Білмеймін, мен осы нәрсе ойландым. Біздің қоғамға ергежейлі қоғам болып қалды. Ергежейлі адамда өзінің бір деңгейіне ғана қарайды да, өйткені оның бойы бойшаң емес, төбеге қарамайды. Ергежейлік деңгейде қарайды. Біздің санамыз сол ергежейлі болып қалды да, тұсауланып қалдық. Сананың тұсауландығаны қиын екен бұл уақытта. Біз Қазақстанның масштабынан шығып, әлемдік деңгейде қарап, қазаққа қызмет қылу деген ойлануымыз керек еді. Мен неге Алаш деймін? Алашты танығаннан кейін қазақ қоғамының жастары, жасөспірімдері қазаққа Алаш қайраткерлері сияқты қызмет етуді, ұлтты сүюді үйренеді. Бұл тарихты танымайынша қоғамда ешқандай патриоттық сезім, махаббат, ұлтқа деген сүйіспеншілік, ұлтшылдық қасиеттер оянбайды. Анау Абылай хан, оның ар жағындағы тұлғаларды үйрену өте қиын. Ол тұлғалардың заманы бізден тым алыста. Оның өзі елес, бұлғыр болып көрінеді. Сол шын ба, миф па деген сияқты, аңыз ба деген сияқты дүдамал бір сұрақтарда тұрасың. Ал Алаш 100 жыл бұрын болған оқиға ғой. 100 жыл бұрын болған, заманы бізге тым жақын, оқы, архиві де, құжаты да бәрі тұр ғой, бәрін шығарсақ. Осы Алашты ақшаны аямай Алашқа салатын болсақ, 10 жылда біз халықтың рухын көтеріп жүретін едік. Мынау Ахмет ұлт ұстазы, Оян Қазақ, Міржақып фильмдері шыққаннан кейін қалай халықтың рухы көтеріле бастады. Әсіресе оқушылар, студенттер жер-жерде кездесуге шақырды. Бәр жерді шарлауға Елдостың шамасы да жетпейтін еді. Мені көп жерге шақырды, көп жерге бара алмадым. Осы мүмкіндікті пайдалана тұрып, сол оқырмандардан, көрермендерден кешірім сұраймын. Кейде денсаулық көтермейді, кейде мүмкіндігімде бола бермейді бәр жерді аралап шығуға. Шамам жеткенше, қал-қадірім жеткенше айтуға, түсіндіруге мүмкіндігімді пайдаланып бардым кейбір жерлерге. Біздің қоғам қазір рухани шөліркеп тұр, аңысап тұр. Осындай шөлдеп тұрған уақытта Әбілхаят суын берсең де халқыңды оятып алуға болады ғой. Ол мүмкіндікті тұр. Мемлекеттің идеологиялық тізгінін ұстап отырған азаматтар осы жағына акцент салса ғой. Мәселен, біз сияқты азаматтардың әлеуеттерін пайдаланып жұмыс істесін. Ондағы мақсат ойбай, мына жобаға Елдос кіріп кетті деп емес. Мен ол қазаққа жұмыс істеймін ғой, ол атым маған керекті емес, мен одан марапатты алайын деп отырған жоқпын. Мен бір атымды шығарайын деп отырған жоқпын. Онсыз да атың шыққан адамбыз. Бізге соның өзін арқалап жүрсек үлкен бақыт қой. Түсіне білсең адамға. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Елеға мынандай нәрсе бар да, жаңа кәсіпкерлерді айттыңыз, осы қызметті жалғастыруға. Жалпы қаншалықты жиі сіз танымал тұлғалардан ақша сұрайсыз, қаражат сұрайсыз? Оны түсініп тұрмын, сіз өзіңіз үшін сұрамайым деп отырсыз, оны осы қызметке арнайым деп отырсыз. Қалай болады ол жағы? Кітап шығаратын уақыттарда, мен 5 жылда шығарған кітаптарымды айтып өттік қой. Сол жылына 2 мезгілде шығарамыз, көктемде және күзде деген сияқты. Сол уақыттарда қаражатын сұраймыз, дайындаймыз. Қаражатты сұрау деген ол оңай нәрсе емес. Барып, таусылып, түсіндіріп айтасың. Ол түсінген адам түсінді, түсінбеген адам түсінбеген қалпында кетеді. Сол кітап керек па дейді. Маған көп ақыл айту оңай ғой. Маған көп адамдар ақыл айтады. Иә, маған көп адамдар ақыл айтады. Ол кітапты кім оқиды? Сосын кейін кітапты сенің қалың, анау қатты мұқабамен шығарамыз ғой біз. Әппақ. Соны жұмсақ мұқабамен, мягкий переплет дейді ғой, сондаймен шығарып, таралып назайта салмайсың ба дейді. Әй, той көрмеген, қуаныш көрмеген, қызық көрмеген, тіпті өзінің кітабының қызығын көрмей атылып кеткен, сотталып кеткен, ұрпақсыз қалып кеткен адамның кітабын жұмсақ шығарғанда не отам мен? Әй, тым болмаса өміріне қайта кітабы шығып жатқанда қатты мұқабамен қалсын, кітапханада қалады, архивте қалады. Ертең бір 50 жылдан кейін жаңа бір Елдос шығып соны іздейді ғой, ақтарады ғой. Сол кезде сол кітапты көріп түсінеді ғой тарихын. Немене оның кітапқа бөлініп отырған ақшаға мен киім алып елінің алдына шығып кетем бе екен, салтанатты киініп, олай дұрыс емес ол нәрсе.
Сондықтан кем дегенде өлшеп қарау керек қой. біз сол тұлғаларға деген құрметіміз деп айтып отырсыз ғой соны. Иә. Ең болмағанда кітаптың материалы жаңа сапасы жоғары болсын деген ниет. Иә. Енді айтайын дегенім, Ел аға, неге сіз дәл қазіргі таңда осындай былайша айтқанда халықтың жалпақ тілмен айтқанда онша емес халде жүрсіз, нашар халде жүрсіз? Неге ол мысалы қазғарып отырсақ, миссионерлер, дін қызметкерлері астарында Lexus, жаңағы Toyota 300, Toyota 600 дей ма неме, сондай өте қымбат көліктермен жүреді. Оларды белгілі бір азаматтар қаржыландырады деген сияқты. Белгілі бір азаматтар ақша береді. Мысалы өткенде осыдан күздің күні есіңізде болса тойыма шақырдым. Сол кезде неке қияр кезде әке-шешемізді бардым, әке-шешеміз, қайнатам бар, енем бар, басқамыз бәріміз мешітке бардық. Алматы қаласындағы орталық мешітке саяхатта орналасқан. Сол жаққа барып некемізді қидық мұсылманша. Сөйткені дін қызметкері маған неке қиып болған екен, қол қойып болған екен, бүйтіп. 20 мың саласаң садақа ғой дейді маған. Енді ол муфтият дей ма, басқа діни басқарма деген бізге ыңғайлырақ қой енді. Діни басқармамызда сондай бекітілген ақша ма ол, әлде мен соны түсіне алмадым. Не қылған ол ақша, мен одан тарығып тұрған жоқпын. Әл ауқатым жетеді, бірақ мен үшін ол жағымсыз болды. Неге сізге осы кәсіпкерлер, осы дінді қаржыландырып жатқан азаматтар, азаматшалар осы алаш идеологиясын, қазақ идеологиясын қаржыландырмайды? Неге Оян қазақ сияқты рухты фильмдерді, бейнероликтерді, клиптерді, телехикаяларды түсіруге атсалыспайды? Әлде олар тек қана жат елдің идеологиясын насихаттай ма, жат елдің салтын, дәстүрін насихаттай ма? Неге деген сұрақтар мені мазалайды осы. Және Ел аға, жаңа біз трайбелизмді айтып жатырмыз, рушылықты айтып жатырмыз. Мені қынжылтады осындай сұхбатта мен сіздің уақытыңызды алып, осындай сұрақ қойып отқанымша. Түсінесіз бе? Біздің елімізді қалай дамытуға болады? Мына жерде осындай өндірістік төңкеріс болыпты, технологиялық жарылыс болыпты, осындай бір керемет жаңалық болыпты деген сияқты мәселелерді неге талқылай алмай тұрмыз осы уақытта? Бұған кім кінәлі? Не істей аламыз бұл жайында? Енді мүфтияттың мәселесін мен білмеймін. Мүфтияттың қызметкері емеспін ғой, дін маманы емеспін. Сондықтан енді ол жердегі садақа ма, әлде басқа белгіленген сомасы бар ма, оны өз мамандар айта жатар. Ал енді екіншіден дін қызметкерлерін жат елдің идеологиясын насихаттап жүр деген нәрсені қалай қабылдауға болады? Қоғамда сондай көзқарас бар, халықта сондай көзқарас бар. Енді бүкіл діни қызметкерлерге үйтіп топырақ шашуға да болмайтын шығар. Әлбетте. Сөз жоқ. Қазақ енді атам заманнан мұсылман болып келе жатырмыз ғой біз. Біз құдайсыз өмірде сүріп көрдік, атеистік қоғамда өмір сүріп көрдік, тілсіз де өмір сүріп көріп жатырмыз. Бірақ ұлттық ділсіз, құндылықсыз халық өмір сүре алмайды. Енді Қазақстандағы жат ағымдар, түрлі секталардың кесірінен асыл дініміз исламға тіл тигізуге болмайды. Мен ислам дініне қаралауға қарсымын. Қаралайтын жағдайларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Енді біздің қоғамда мүфтияттың бекітіп берген имамдар бар ғой, аймақтардағы өкіл имамдар, бас имамдар деген сияқты. Олардың сыртында уағыз айтып жүрген адамдар болатын болса, оны тобы не анықтап, соған байланысты қарап айту керек деп ойлаймын. Енді ол дін қызметкерлері қымбат көліктермен жүр екен деп, оларды да қызғанбаймын. Енді жамағаты, шәкірті, алдынан әріп үйренген адамы, жағдайы жақсы болып тұрып, сол білім үйреткен адамына сыйлап жатса, байдың асын байқұс қызғанады болып қалады ғой бұл. Мен біреудің несібесін, маңдайына жазылған рызық несібесін қалай қызғанамын. Ал енді мен өз басым Аллаға шүкір деймін. Аяқ қолым сау, жүріп тұрмын. Өз мүмкіндігім бар, біреуден алақан жайып, жеке өзіме елдос үшін қаражат сұрап жүрген жоқпын ғой. Ал енді ол қордағы шаруалардың жағдайы мәз болмаса, енді оған мен
басшы ретінде, менеджер ретінде жұмысты дұрыс жүргізе алмаған қабілетсіздігімнен болар. Енді мен 5 жыл өткізіп бердім ғой қорды. Қазір қыр баласы қоғамдық қормен мен ештеңе байланыстырмайды. Ол жерден кеттім. Енді қазір ағартушылық жұмыстармен айналысатын шығармын. Ал 5 жылда біраз нәрсе істеппіз, көріппіз. Енді оның кем-кетігін, жақсылы, пайдалы тұстарын болашақ өз уақыттың еншісіне қалдырамыз. Сол өзі болашақты екшеп, өзінің әділ бағасын берер. Сондықтан маған ананы бермеді, мынау маған мынаны бермеді деп айтуға мен өз басым арланамын. Одан алмадым деп те бір қынжылмаймын. Ол маған бермесе де өмір сүріп жүрмін ғой. Сондықтан осы адал ырзық несібемді тауып, асымды адалынан ішіп жүргеніме өз басым ризамын. Сондықтан шүкір. Өзім солай ойлаймын. Жақсы. Білуімше, Ел аға, сіз елімізге танымал кәсіпкер Forbes тізіміндегі, жаңада осы нәрсені тілге тиек еттік. Алдыңғы Forbes тізімінде алдыңғы орындардағы BI Group компаниясының негізін қалаушы, елімізге танымал компания, миллиардер, меценат, кәсіпкер Айдын Рахымбай мырзаға барған екенсіз. 12 бизнесі бар мықты кәсіпкер Сырымбек тауға барғансыз. Африкадан құдық қазып беріп жүрген қазіргі таңдағы депутат Руслан Берденов мырзадан да қаражат сұраған екенсіз. Ол кісілер сізге қандай жауап қайтарды? BI Group компаниясының басшысы, мен осы Астанадағы өсіру маңайда бір несі бар ғой, ғимараты, зеленый квартал дейме? Сондағы ең үлкен 25-ші қабатында мені қабылдаған кәдімгідей. Бардым, бармадым емес. Кітаптарымды апардым, бәрін түсіндірдім. Қолдаймын, қаражатыңды дайындап, есеп қисабын алып кел деді. Сөйтіп мен 5 жылға 25 миллион теңге есептеп, кәдімгі Алаштың 1923-24 жылдары шыққан кітаптар бар, оқулықтар. Соларды 100 оқулық деген сияқты шартты атау ғой, Алаштың 100 оқулығы деген сияқты атпенен шығарсақ деген мақсатта үлкен жоба жасап апарған болатынмын. Алғашқы қабылдағаннан кейін мен ары қарай қабылдамады. Бекзат деген қыз бала бар, көмекшісі, сол кісі арқылы байланысып отырдым. Бірде Рахымбаев Америкаға кетті деді, бірде анда кетті, бірде мында кетті деді. Енді ақыр соңында қабылдамағаннан кейін қайта жаза бермейсің ғой, сұраншақтанып. 1 рет жаздым, 2 рет жаздым, 3 рет жаздым. 3 реттен кейін тоқтаттым. Ол да маған міндетті емес беруге. Мен де оған қайта алақан жаюға. Осы жерде Ел аға сөзіңізді бөлейінші. Айта кеткенім, бұл жерде өз күшімен, жалпы бай адам, кез келген адам өзінің қаражатын біреуге беруге міндетті емес. Ол өз еркі. Бірақ менің айтайын деп отқаным, олар елге жанымыз ашайық, мемлекетімізге қолдайық, бүйтейік, сөйтейік, көмектесейік деген сияқты нәрселерді насихаттап айтып жүреді, сондай көп бай адамдар. Соған қатысты тілге тиек етіп осы сұрақты қойып отырмын.